Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. 2022 жылғы президенттік олимпиаданың бірінші кезеңін есептерін шығарып көрейік. Так, бізде бірінші есеп бұл 1 балдық есептер. Неше 3 таңбалы натурал сандардың құрамында 2 жұп сан бар, 2 жұп цифр. Яғни 3 таңбалы сан. Так, бұл жерде біз 3 жағдайды қарастыра салайық. Ровно 2 жұп цифр болу керек қой. Ровно 2 четных цифры, яғни біреу тақ, екеуі жұп болу керек. Сонда бізде 3 түрлі жағдай болуы мүмкін. Егер бірінші цифр бізде жұп болса, екіншісі де жұп болса, үшіншісі тақ болса. Осындай жағдай болуы мүмкін. Мысалы, біріншісі жұп, екіншісі тақ, үшіншісі жұп. Екінші жағдай, үшінші жағдай бірінші цифр тақ, екіншісі, үшіншісі жұп. Осы әр жағдайды жеке-жеке қарастыра саламыз да есепке саламыз. Значит, бірінші цифр бізде жұп болса, бізде 5 жұп цифр бар, 0, 2, 4, 6, 8. Және 5 тақ цифр бар. 1, 3, 5, 7, 9. Так, егер бізде бірінші цифр жұп болса, ол 0 бола алмайды. Себебі ол 2 таңбалы сан болып кетеді. Онда бірінші цифрдің орнына біз қалған 4 цифрдің біреуін қоя аламыз. Демек, 4 көбейтілген екінші орында жұп болса, кез келген 5 жұп цифрдің біреуін қоя аламыз. 4 көбейтілген 5. Және соңғы орынға 5 тақ цифрдің біреуін қоя аламыз. Яғни 4 көбейтілген 5 көбейтілген 5 болады. Сонда 100 сан бар осындай. Екінші жағдайда бірінші орынға 4 цифр қоя аламыз. Яғни 0-ді қоя алмаймыз. 4 жұп цифрдің бірін. Екінші орынға 5 тақ цифрдің бірін қоя аламыз. Үшінші орынға 5 жұп цифрдің біреуін қоя аламыз. Яғни бізде жұп цифрлар қайталану мүмкін. Онда шектеу қойылмаған. Бұл жерде де 100 сан бар, сонда 3 таңбалы. Үшінші жағдайда бірінші орынға біз 5 тақ цифрдің біреуін қоя аламыз. Яғни 5 жағдай бар. Екінші орынға 5 жұп цифрдің біреуін, үшінші орынға да 5 жұп цифрдің біреуін қоя аламыз. Яғни бұл жерде 125. Сонда барлығы бізде 325 сан бар осындай. 3 таңбалы. Келесі есеп. Так. Екінші есеп. 2022 және 22002 сандарында қанша ортақ жай бөлгіштер бар дейді. Так, бұл жерде жіктеуге болады. Қазір мен көрсетейін. 2022-ні егер жіктейтін болсақ, ол бізде 2 көбейтілген 3 көбейтілген 337. 337 бізде жай сан, яғни осылай жай көбейткіштерге жіктей аламыз. 22002 деген сан, егер ол санды да жіктесек, онда ол бізде 2 көбейтілген 3 көбейтілген 19 көбейтілген 193 болады. Сонда көріп отқанымыздай, 1 көбейтілген деп жазып қоюға болады. Сонда бұл қандай, яғни ортақ бөлгіштерін алатын болсақ, ол яғни 1-ге бөлінеді, екеуі де 2-ге бөлінеді, екеуі де 3-ге бөлінеді, және 2 көбейтілген 3 6-ға бөлінеді. Міне 4 ортақ бөлгіші 4-еу. Так, бұны басқаша шығарып көрейік. Шығарылуын көрсетейін. Эвклид алгоритм арқылы бізге 22002 деген сан және 2022 осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін тапсақ та есеп оңай шығады. Бұл жерде Эвклид алгоритм білетіндер, 22002-ні 2022-ге бөлсек, бізде 2022 көбейтілген 10 қосылған қалдығы 1782 шығады. Мына бірінші қалдық. Енді мына бірінші санды 1782-ге бөлсек, 2022-ні 1782-ге қалдықпен бөлсек, онда бөліндісі 1-ге тең болады, және қалдығы 240 болады. Енді біз 1782-ні 240-қа бөлеміз. 1782 тен 240 көбейтілген 7 болады. Енді қалдығы 102 болады. Енді 240-ті 102-ге бөлсек қалдықпен, онда ол бізде 102 көбейтілген 2 бөліндісі және қалдығы 36. Енді 102-ні 36-ға бөлеміз. Так. 102-ні 36-ға бөлсек 2-ден береміз.
72 және қалдығы 30 болады сонда. 36-ны 30-ға бөлсек, 30 көбейтілген 1 плюс 6 болады қалдық. И ең соңында біз 30-ды 6-ға бөлеміз, сонда қалдықсыз бөлінеді. 30 ол 6 көбейтілген 5, қалдығы 0. Сонда қалдыққа 0-ге тең болмайды. Не соңғы қалдық 6. Егер соңғы қалдығы 6 болса, онда бұл сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 6-ға тең. Ал 6 дегеніміз 6-ның 4 бөлгіші бар. Яғни 1, 2, 3 және 6-ның өзі. Осылай деп те қарастыруға болады бұл есепті. Так, сонымен екінші есеп бізде жауабы 4 болды. Үшінші есеп 8 бұрыштың ауданын тап дейді. Так, мына жерде қараңыздар, мына жерде ішінде квадрат қой. Так, ішінде квадрат бізде 6-ға тең. Так, осы квадраттың ауданын есептейтін болсақ. Так, бұл квадраттың ауданы бізде 36-ға тең. 6 квадрат, Егер мына 3 бұрышты қарайтын болсақ, ол екі тік бұрышты 3 бұрыш, олардың қосындысы 3-ке тең, сонда. Мына жер қабырғасы 3-ке тең. Биіктігі, 2-3 бұрышты бір-бірінен былай құрастырып жіберуге де болады, сонда 3-ке тең болады, 3-те 1 деген. И сондай бізде 4-еу. Сонда мынау 3 бұрыштың ауданы, бір 3 бұрыштың ауданы бізде 3-ке тең болса, қалғандарды 3-ке тең болады, сонда 3-ке 4 12, 36-ға 12-ні қосамыз, сонда бізде 48. Так, бұл жерде де жауабы Е болып тұр сонда. Келесі 4-ші есеп. 4-ші есеп логикалық есеп. Логика аралында, так, мұнда кішкене үлкейтінші. Қараңыздар, логика аралында дейді, тек рыцарлар мен өтірікшілер тұрады. Рыцарлар тек шындықты, өтірікшілер тек қана өтірікті айтады, әрқашан. Бірде екі жергілікті тұрған Артан мен Бартон кездескенде, олардың арасында келесі диалог орын алды дейді. Так, Артан не деп айтты? Бартан, сен мені рыцарь деп айтар едің дейді. Бартон, ал сен мен туралы өтірікші деп айтар едің дейді. Олардың қайсы кім екенін анықтаңыз дейді. Так, менің ойымша бұл жерде бұлай болады, қараңыздар. Егер бірінші жағдайды қарастырайық. Егер Артан рыцарь болса, онда ол тек шындықты айтады, Сонда ол айтып тұр, Бартан, сен мені рыцарь деп айтар едің дейді. Демек, ол шындықты айтып тұр. Демек, Бартан шынымен де оны рыцарь деп айту керек, Ал Бартан қай жағдайда оны рыцарь деп айтады? Бартан Артанға қай жағдайда сен рыцарьсың деп айтады? Егер Бартан рыцарь болса, немесе Бартан өтірікші болса да, ол Артанға сен рыцарьсың деп айтады, Себебі Бартан рыцарь болса, ол шындықты айтып тұр. Артан шынымен де рыцарь. Ал Бартан өтірікші болса, жоқ, Бартан өтірікші болса, онда сен өтірікшісің деп айтар еді. Значит, егер Бартан сонымен рыцарь болса, то есть біріншісі Артан рыцарь болса, онда Бартан да рыцарь болу керек, Онда егер, то есть получается, қараңыздар, егер, қазір мен қайталап тағы да бір рет айтып өтем. Қараңыздар, егер Артан рыцарь болса, онда одан шығатын қорытынды, онда Бартан да рыцарь болу керек. Себебі Артан рыцарь ғой, және Бартан Артанға айтып тұр, сен рыцарьсың деп. Значит, Бартан шындықты айтып тұр, значит, ол да рыцарь. Бірақ егер екеуі де рыцарь болса, онда Бартан сен мен туралы өтірікші деп айтар едің деп айтпайды ғой. Себебі екеуі де бір-біріне сен рыцарьсың деп айтар еді. Значит, бұл жағдай мүмкін емес. Бұл жағдай мүмкін емес. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Егер Артан рыцарь емес, өтірікші болса. Артан рыцарь емес, өтірікші болса. Онда ол айтады Бартанға, сен мені рыцарь деп айтар едің дейді. Қай кезде, егер Артан өтірікші болса, және ол Бартанға айтса, сен мені рыцарь деп айтар едің. Значит, ол өтірік айтып тұр деген сөз ғой.
Значит, Бартан оны рыцарь деп айтпаушы еді. Бартан оған не деп айтар еді? Сен өтірікшісің деп айтар еді. Так, 1 минут. Егер Бартан шатасып кеттім өзім. Егер Бартан өтірікші, Артан біріншісі өтірікші болса, онда ол Бартан сен мені рыцарь деп айтар едің деп айтты, я? Бірақ егер Артан өтірікші болса, значит ол өтірік айтып тұр. Сонда ол на самом деле Бартан оған сен өтірікшісің деп айтар еді. Ал егер Артан сен өтірікшісің деп айтса, Бартан, онда ол Бартан рыцарь болып тұр да бұл жақта. Сонда Бартан рыцарь болып тұр. Ал Бартан сен мен туралы өтірікші деп айтар едің дейді. Сен өтірікші деп айтар едің дейді. Артан өтірікші болса, ол шынымен де Бартанға сен өтірікшісің деп айтады, себебі Бартан өтірікші емес, ол рыцарь. Сонда бұл жақта жауабы, егер мен шатаспасам, мүмкін шатасып кетуі мүмкін. Артан өтірікші, Бартан рыцарь бізде. Қастағы бір тексеріп көрейік осы жерін. Так, ондай жауап бар ғой бізде, я? Артан өтірікші, Бартан рыцарь, я, Д деген жауап бар. Так, осы жауап келіп тұрған сияқты. Тағы бір рет қарайық. Артан өтірікші. Ол не деп айтып тұр? Ал Бартан рыцарь. Сен мен туралы өтірікші деп айтар едің дейді Бартан. Екіншісі, я? Қай кезде Артан Бартанға сен өтірікшісің деп айтады? Бартан рыцарь ғой на самом деле. Значит, Артан өтірікші болса сөйтіп айтады. Өтірікші рыцарьға қарап сен өтірікшісің деп айтады. Бартан шындықты айтып тұр. Сен мен туралы өтірікші деп айтар едің дейді. Мен рыцарьмын, сен өтірікшісің. Сол үшін сен мен туралы өтірікші деп айтар едің дейді. Ал Артан не деп айтыр? Бартан, сен мені рыцарь деп айтар едің дейді. На самом деле Бартан Артанға сен рыцарь емес, сен өтірікшісің деп айтады. Значит, Артан мына жерде өтірік айтып тұр. Мен ойымша осы жауап келіп тұрған сияқты. Так, келесі есепті көрейік, 5-ші есепке. Жауабы Д. Мен солай ойлаймын, жауабы Д болу керек мында. Так, 5-ші есеп, теңдеуді шешіңіз дейді. Так, мынау қарапайым теңдеу ғой. Түбір асты x плюс 8 тең x минус 2. Так, бұл 0-ден үлкен немесе тең болу керек, себебі түбір астындағы өрнек 0-ден үлкен немесе тең. Так, квадраттаймыз x плюс 8, сонда x квадрат азайтылған 4x қосылған 4. Сонда бізде мынандай теңдеу шығып тұр. X квадрат азайтылған 5x азайту 4. Так, мынандай қарапайым теңдеу шықты. Так, дискриминантны есептейік. Дискриминант бізде 25 қосылған 16 41-ге тең. Сонда x-тің мәні бізде 5 плюс минус түбір астында 41 бөлінген 2 болу керек, я? Так, түбір асты 41 бізде түбір асты 41 бізде модулі 6-дан үлкен, я? Сонда 5-тен 6-дан үлкен санды азайтсақ, теріс сан болып кетеді. Бізде анықталу облысы бойынша бізде x 0-ден үлкен болу керек. X минус 2 0-ден үлкен, значит x 2-ден үлкен немесе тең болу керек. Сонда мына жерде жауабы плюс болады. Сонда x-тен 5 қосылған түбір асты 41 бөлінген 2 минусын алмаймыз. Мен осындай бір жауап шығады. Бұл қай жауапқа сәйкес келіп тұр? Бұл Б болады бізде. Так, бұл Б. Келесі 6-ші есеп. Тікбұрышты үшбұрыштың бір катеті 15-ке тең, ал екінші катеттің гипотенузаға проекциясы 16-ға тең. Осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің диаметрін табыңыз. Так, бұл тікбұрышты үшбұрыштағы метрикалық қатыстарға қатысты берілген есеп. Так, мынандай тікбұрышты егер үшбұрышты қарастыратын болсақ, так. Так, осындай тікбұрышты үшбұрышты қарастырайық. Сонда мынау катет бізде 15-ке тең болсын. Мынау екінші катет, соның проекциясы, так, егер мынаны былай белгілеп шықсақ, С, А, Б деп. H болса, онда AH проекция мына жер 16-ға тең. Так, мына жерді M деп белгілеп қояйық, мына жерді N деп белгілеп қояйық. Так, бұны әртүрлі әдіспен шығаруға болады негізі. Мен бұлай деп шығарып көрдім. Так, m квадраттан 16-ны азайтсақ, бізде h квадрат болады. Мұнан h деп белгілеп қойсақ. Яғни h квадратты екі әдіспен жазуға болады. m квадрат азайту 16-ның квадраты. Немесе h квадрат дегеніміз 15 квадрат азайту n квадрат. Пифагор теоремасы бойынша. Яғни бұлар бір-біріне тең. Сонда бірінші теңдеуді бұлай алуға болады. m квадрат азайту 256
тең 225 азайту n квадрат. Бірінші теңдеуді осылай деп алсақ болады. И екінші теңдеуде просто Пифагор теоремасын жаза саламыз үлкен үшбұрышқа. Яғни m квадрат қосылған 15-тің квадраты, яғни 225. Тең гипотенузаның квадраты. Гипотенуза бізде 16 қосылған n-ге тең. Осының квадраты. Так, осында жүйе шығады. Осы жүйеден азайтып жіберсек, бізде m квадраттар қысқарып кетеді, жойылып кетеді, сонда n-нің өзі қалады, иә. Так. Жақшаны ашып жіберейік екіншісінде. Так, 225 тең 256 қосылған 32n қосылған n квадрат. Және m квадрат азайту 256 тең 225 азайту n квадрат. Так, бірінші теңдеуден екінші теңдеуді біз егер азайтып жіберсек, так, m квадрат жойылып кетеді. Сонда 225-тен 256-ны азайтсақ, бізде не істеп кеттім мен? Так, жарайды, 470-81 шығады. 481, мына жерде 256-тан 225-ті азайтсақ, 31 болады, сонда 31 плюс 32n плюс 2n квадрат болады. n квадраттан минус n квадрат азайтсақ. Сонда бізде 2n квадрат плюс 32n минус 450 деген теңдеу шығады. Тең 0. 2-ке қысқартып жібереміз. n квадрат қосылған 16n минус 225 тең 0 деген теңдеу шығады. Квадрат теңдеу. Так, бізде b коэффициенті жұп. Жұп коэффициент үшін формуламен есептей салсақ, дискриминант, яғни 16-ның жартысы бізде 8, 8-дің квадраты қосылған 225. 64 қосу 225, 289, сол бізде 17-ның квадраты. n деген бізде ол кесінді, сондықтан оң мәнін аламыз. Яғни минус 8 плюс 17. Минус 17-ні алмаймыз, плюс 17-ні аламыз, сонда бізде 9 шығады. n бізде 9-ға тең. Сонда бізде n 9-ға тең болса, гипотенуза AB бізде 25-ке тең болады, 9 қосылған 16. А гипотенуза деген ол сырттай сызылған шеңбердің диаметрі екенін білеміз біз. Тік бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің диаметрі ол гипотенузаның өзі, яғни гипотенузада жатады центр. Бұл жерде жауабы С болады, 25. Так, жетінші есеп. m параметрінің қандай мәндерінде fx x квадрат қосу 3x плюс m квадрат минус 2m квадрат 3 мүшесі дейді, минус 3 санының екі жағында орналасқан екі нақты түбірі болады. Так, екі нақты түбірі, сол екі түбірдің арасында минус 3 деген сан болу керек. Яғни соның минус 3-тің екі жағында орналасу керек. Бізде квадраттық функция x квадрат қосылған 3x қосылған m квадрат азайтылған 2m. Так, бізде a коэффициенті 0-ден үлкен, яғни парабола бізде жоғары қарайды. Мысалы, мына жерде бірінші түбір болса, x1, мына жерде x2 екінші түбір болса, онда минус 3 деген сан солардың арасында болады. Сонда минус 3-ке сәйкес келетін y-тің мәні көріп отқанымыздай 0-ден кіші болу керек. Яғни y минус 3-тің мәні 0-ден кіші болу керек. Так, сонда біз не істейміз? X-тің орнына онда біз минус 3 деген мәнді қоямыз. И соны 0-ден кіші деп аламыз. f минус 3. Сонда бізде минус 3-тің квадраты қосылған 3 көбейтілген минус 3 плюс m квадрат азайтылған 2m. Осы бізден 0-ден кіші болу керек. Так, сонда мына жерде 9 болады, мына жерде минус 9 плюс m квадрат азайтылған 2m 0-ден кіші. Так, 9-дар бізде жойылып кетеді, сонда m-ді жақшаның сыртына шығарсақ, m азайту 2 бізде 0-ден кіші болу керек. Так, интервалдар әдісіне салып жіберсек, мына жерде түбірлері 0 мен 2 және 0-ден кіші болу керек, минус. Сонда жауабы бізде m 0 мен 2-нің арасында болу керек. m-нің мәні 0 мен 2-нің арасында. Бұл жерде жауабы A болады. Келесі 8-ші есеп.
Так, суретте параллограмм бейнеленген дейді. Е нүктесі ДЦ-ға түсірілген АЕ перпендикулярный негізі болып табылады. F нүктесі BC-ға түсірілген перпендикулярный негізі болып табылады дейді. Егер АЕ бізде 20 болса, АФ 32, так, косинус ЕАФ бұрышы 3-тен 1 болса, онда АЕЦФ 4 бұрышын аудан табыңдар дейді. Так, мен бұны кішкене ұзақтау әдіспен шығардым. Білмеймін, басқа әдісі бар ма, жоқ па? Басқа әдісі бар болу керек. Так, мен мынаны үлкейтейін кішкене. Так, сонымен қарайық. Бізде мынау бұрыш, ЕАФ бұрышы, осының косинусы бізде 3-тен 1 кетен, е? Мен мынаны фи бұрышы деп жазып қояйын. Так, егер мынау 3-тен 1 болса, онда былай деп жазуға болады. Яғни косинус фи бізде 3-тен 1 болса, мынау бұрыш пен мынау бұрыш тең болады екеуі. Себебі мынау перпендикуляр ғой бізде, АФ ол АД-ға перпендикуляр биіктік. Сонда бұл бұрыштардың косинусы мен синусын тауып алайық. Так, мынау бізде, так, мынау бұрыш мынақа жазып қояйын, 90 градус азайтылған фи. И мынау бұрышта 90 градус азайтылған фи. Пи бөлінген 2 азайтылған фи, е? Косинус фи 3-тен 1-ге тең болса, онда косинус 90 градус азайтылған фи неге тең? Косинус 90 градус азайтылған фи. Оны былай деп жазуға болады. Ол косинус 90 градус. Жоқ. Былай деп жаза салуға болады ғой. Так, басқаша істейікші. Мен қазір бұрыштардың синусын тауып алып, сол арқылы так, косинусын тауып аламыз қазір синустарын. Былай деп істейік. Косинус фи 3-тен 1-ге тең болса, онда синус фиді тауып аламыз біз. Синус, точнее, косинус 90 градус, әбден шатасып отырмын ғой. Синус 90 градус азайтылған фи, ол косинус фиға тең, е? Ол косинус фиға тең, демек, ол 3-тен 1-ге тең. Яғни біз мынау екі бұрыштың синустарын тауып алдық. Так. Так, мына екі бұрыштың синустарын тауып алдық. Мынаның синусын таптық, ол да 3-тен 1-ге тең. Енді оның синусы 3-тен 1 болса, косинусы қаншаға тең болады? Егер синус 90 градус азайту фи 3-тен 1 болса, онда осы бұрыштың косинусы так, онда осы бұрыштың косинусы 90 градус азайту фидің. Ол түбірасында 1 азайту 3-тен 1-дің квадраты, я? 9-дан 1-дің. 9-дан 8 болады сонда. Түбірасты 9-дан 8, ол 2 түбірасты 2 бөлінген 3. Косинусын таптық. Енді қарайық, мынау бұрышты альфа деп белгілеп қойшы. Осылардың косинусын таптық. Ал косинус дегеніміз не? АДЕ 3 бұрышын қарастырайық. 3 бұрыш АДЕ-ні қарастырайық. Осы жерде егер мынаны мен А деп белгілеп қойсам, мынау қабырғасын Б деп белгілеп қойсам, онда 20-ның аға қатынасы, іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, ол косинусқа тең. Ал косинус бізде 2 түбірасты 2 бөлінген 3-ке тең, е? Осыдан А-ның мәнін тауып аламыз, қабырғаны. Ол дегеніміз, яғни 20-ға 3-ті көбейтеміз. 20-ға 3-ті көбейтеміз, оны 2 түбірасты 2-ке бөлеміз. Так, 20 мен 2 қысқарады, 10 болады, 30 бөлінген түбірасты 2. 30 бөлінген түбірасты 2. Ол дегеніміз 30 түбірасты 2 бөлінген 2 деп жазуға болады, сонда 15 түбірасты 2 кетеді. Так, сонымен біз BC қабырғасын таптық. Мынау қабырға бізде 15 түбірасты 2 кетеді. Тура сол сияқты Б қабырғасын тауып аламыз. Қазір мен мыналарды өшіре салайыншы. Так.
тура сол сияқты егер үшбұрыш ABF-ті қарастыратын болсақ, үшбұрыш ABF, ол жерде B-ның, жоқ, 32-ның катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни 32-ның B-ға қатынасы, ол косинус альфаға тең. Косинус альфа бізде 2 түбірасты 2 бөлінген 2. Так, осыдан B-ны тауып аламыз. B дегеніміз бізде 32 көбейту 2 бөлінген 3 қой мына жерде. 32 көбейтілген 3 бөлінген 2 түбірасты 2 қысқарады 16 болады. Сонда 48 түбірасты 2 бөлінген 2 қысқарып жібереміз 24 түбірасты 2 болады. Так, біз екінші қабырғаны таптық, B қабырғасын. B қабырғасы бізде 24 түбірасты 2-ке тең. Так, 24 түбірасты 2. Енді біз параллограммның ауданын таба аламыз, иә? Параллограммның ауданы бізде мынау биіктікті B-ға көбейте саламыз. 20-ны 24 түбірасты 2-ке. Сонда SABCD параллограмм ол тең болады 20 көбейтілген 24 түбірасты 2, яғни 480 түбірасты 2. Енді қарайық, мынау AECF деген мынау төрт бұрыштың ауданын табу үшін біз параллограммның ауданынан мынау екі тік бұрышты үш бұрыштың аудандарын алып тастай саламыз. Мынаны S1 деп қояйық, мынаны S2 деп қояйық. Бұлардың аудандарын алып тастай аламыз. Сол үшін Пифагормен, жоқ, Пифагормен емес, синус арқылы, қабырғалар белгілі ғой, және арасындағы синустар белгілі бізде. Яғни А бізде 15 түбірасты 2, мынау 20-ға тең болып тұр. Мынау 32-ке тең, мына жер 24 түбірасты 2. Арасындағы бұрыштың синусы бізде белгілі. Ол 3-тен 1-ге тең. Яғни S1 бірінші үш бұрыш ол 20 көбейтілген. Так, қай формуламен есептейміз? Мына формуламен есептейміз. Формуланы жазып қояйын. AB бөлінген 2 көбейтілген синус альфа, арасындағы бұрыштың альфа. Так, 20 көбейту 15 түбірасты 2 бөлінген 2 көбейтілген 3-тен 1 синус. Так, 22 қысқарды, бізде мына жақта 10 болады. 15 пен 3-ті қысқартамыз 5, сонда 50 түбірасты 2. Бірінші үш бұрыштың ауданы 50 түбірасты 2-ке тең. Екінші үш бұрыштың ауданы қабырға 32 көбейтілген екінші қабырғамыз бізде 24 түбірастында 2. Бөлінген 2 көбейту 3-тен 1. Так, 32 мен 2-ні қысқартайық. Мына жерде 16 болады. 24 пен 3-ті қысқартамыз 8. 16-ға 8-ді көбейтсек 128 түбірасты 2 болады сонда. Сонда мына 2-3 бұрыштың ауданын қосамыз, и оны толық параллограммның ауданынан азайтамыз. 480-нен. Так, міне бізде параллограммның ауданы мына жерде есептеп қойдық. Так, сонымен есебіміз шықты бізде. Яғни 480 түбірасты 2 азайту 50 түбірасты 2 азайту 128 түбірасты 2. Сонда бізде 302 шығады. 302 түбірастында 2. Міне осындай жауап шығады. Жауабы сонда бізде Б болып тұр. Енді осындай әдіспен шығардым. Так, келесі 8-ші есеп. Сэм компьютерді бірде бір банка бос қалмайтындай етіп, 5 банкаға бөліп салды. Оның үстіне 2 банкада компьютердің саны бірдей болмауы тиіс дейді. Так. Сондай-ақ кез келген 3 банкада компьютердің саны қалған 2 банкадағы компьютердің саны қарағанда көп. Компьютердің ең кіші саны қандай болуы мүмкін? Так, ол не деген сөз? Ни одна банка не осталась пустой, бос қалмайтындай, я? Так, сонымен қарайық. А, Б, С, Д, Е. 5 сан бар. Кез келген үшеуінің қосындысы қалған екеуінен үлкен болу керек. Және бізге ең кіші мүмкін мәнін табу керек, сондықтан біз тізбекте сандарды алып қарастыра саламыз. Яғни қарайық. Егер біз 1, 2, 3, 4, 5 деген санды алсақ, бұл орындалмайды, себебі мынау үшеуінің қосындысы бізде 6-ға тең, мына екеуінікі 9-ға тең. Яғни ол үлкен емес. И осылайынан жақындай береміз, мысалы 2-ден бастап алсақ, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл да орындалмайды. Мына жерде бізде 9-ға тең, мына жерде 11-ге тең. Бұл үлкен болып тұр. Ары қарай 3, 4, 5, 6, 7 дегенді қарастырсақ, мына жерде бізде 12, мына жерде 13. Көрдіңіздер, арасы жақындап келе жатыр.
келесіде тең болып шығу керек. Енді 4-тен бастап алсақ, 5 тізбектес санды 4, 5, 6, 7, 8. Онда мына жерде 15, и мына жерде де 15. Сонда келесі 5-тен бастап алсақ, онда есептің шарты орындалады. 5, 6, 7, 8, 9, я? Мына ең кіші үшеуінің қосындысы бізде 18-ге тең болып тұр, мыналардың қосындысы 17-ге тең. Яғни ең үлкен екі санның қосындысы ең кіші үш санның қосындысынан кіші, яғни есептің шарты орындалады бұл жерде. Сонда 18-ге 17-ні қоссақ, бізде 35 шығады. Сонда есептің жауабы 35, ол Д. Келесі 10-шы есеп. Так, банкада 10 килограмм жаңғақ бар, одан 2 килограмм алынып, орнына 2 килограмм мейіз қосылып, жақсылап араластырылды. Содан кейін шыққан қоспадан тағы да 2 килограмм қоспа алынып, орнына тағы 2 килограмм мейіз салынып, қайта араластырылды. Так, 2 рет қосады ғой, сонда 2 килограмм мейізді. Бірінші қосқаннан кейін 2 килограмм қоспаны алып бастайды. Соңында шыққан қоспада жаңғақтардың мейізге қатынасын табыңыз дейді. Так, қараңыздар, мысалы бізде 10 килограмм болған, 10 килограмм жаңғақ болған, я? Одан азайтты 2 килограммды, сонда 8 килограмм жаңғақ қалды. Сонда бізде қоспада 8 килограмм жаңғақ и плюс 2 килограмм мейіз бар, я? Сонда 8-дің 2-ге қатынасы 4-дің 1-ге қатынасындай болып тұр. Енді осы 10 килограммнан 8 килограммды азайтты ғой. 2 килограммды азайтты, я? 2 килограммды азайтты. Сонда соның 5-тен 1 бөлігі мейіз, сол 2 килограммның 5-тен 1 бөлігі. 5-тен 4 бөлігі. Так, былай істейік, 8 килограмм бізде жаңғақ бар, содан 2 килограммның 5-тен 4 бөлігін азайтты. 2 килограммның 5-тен 4 бөлігін азайтты. Сонда 8 азайту. Так, 5-тен 4 дегеніміз ол 0,8, соны 1,6 азайтты. Мына жерде 6,4 килограмм жаңғақ қалды. Ал 2 килограмм мейізден 2 килограммның 5-тен 1 бөлігін азайтты. 0,2, яғни 2 азайту 0,4. Сонда 1,6 килограмм мейіз қалды. Түсінікті, я? Яғни бізде бізде қазір 8 килограмм бар, соның 6,4 килограмм жаңғақ, 1,6 килограммы мейіз. Енді бізде тағы да 2 килограмм мейіз қосып тұр. Сонда бізде 6,4 килограмм жаңғақ бар. Ал мейіздің салмағы 1,6 қосылған 2 килограмм, тен 3,6 килограмм болды енді. Просто қатынасын ала саламыз енді 6,4 пен 3,6. Сонда 6,4 бөлінген 3,6. Так, 64 бөлі 36. 4-ке қысқартамыз, 16 бөлінген 9. Сонда қатынасы 16-ның 9-ға қатынасындай. Так, Д жауабы келіп тұр. Келесі есеп 11-ші есеп. Так, 11-ші есеп түбірасты x плюс 11 азайту алды түбірасты x плюс 2. Қосылған 2 түбірасты x плюс 2-тен 6. Теңдеу шешіп, дұрыс мәлімдемелерді таңдаңыз дейді. Так, теңдеуді шешіп тастайық. Значит, қарайық. Бізде түбірасында x плюс 11 деп тұр. Азайту 6 түбірасты x плюс 2. Қосылған 2 түбірасты x плюс 2 тен 6. Так. 6 деген бізде 2 көбейтілген 3 қой. X плюс 11 мына жерде. Сонда мынаны былай деп жазуға болады. X плюс 2 азайту 2 көбейту 3 көбейтілген түбірасты x плюс 2 қосылған 11. Сонда мен қосылған 9. 11-ді мен 2 қосылған 9 деп жаздым. Сонда бізде мына толық квадрат қазір бөлінеді. Яғни x плюс 2 дегеніміз түбірасында x плюс 2-ның квадраты азайту 6 көбейтілген түбірасты x плюс 2 қосылған 9. 9 дегеніміз ол 3-тің квадраты. Сонда толық квадрат болып тұр. Бұл бізде толық квадрат болып тұр. Яғни бұл дегеніміз түбірасында x плюс 2 азайту 3-тің квадраты. Сонда бізде түбірден түбірасты x плюс 2 азайту 3 осының модулі шығады. Так, екі жағдай қарастыра салайық. Бірден плюспен ашатын болсақ, түбірасты x плюс 2 минус 3 плюс 2 түбірасты 2. Екі жағдайда да бірдей жауап шығу керек.
бір ғана жауап шығу керек, 6 болады. Сонда мына жерде 3 түбір астында x плюс 2 тең 9. Сонда түбір астында x плюс 2 тең 3 болады. Сонда x тең 7. Бір ғана жауап мына жерде. X тең 7. Немесе модульді минуспен ашсақ та тура сондай болады. Яғни 3 азайту түбір асты x плюс 2 деп ашсақ, қосылған 2 түбір асты x плюс 2 тең 6, я? Так, мына жерден бізде түбір асты x плюс 2 шығады, 6-тан 3-ті азайтамыз, 3. Тура сондай жауап шығып тұр, яғни x тең 7. Сонда дұрыс тұжырым қандай? Бізде теңдеудің бір ғана түбірі бар. Бұл теңдеудің бір нақты түбірі бармын. Б болады жауабы. Келесі 6-шы есеп. Так, синус альфа минус түбір асты 5 бөлінген 3 екені белгілі болса, тангенс альфа бөлінген 2-ні табу керек. Яғни альфа бұрышын жартысын тангенсін табу керек. Так, бұл жерде әртүрлі әдіспен шығаруға болады. Формуласы, бірнеше формуласы бар. Мына формуланы пайдаланып шығарайық. Тангенс альфа плюс 2 бөлінген 2, ол бізде синус альфа бөлінген бір қосылған косинус альфа. Бір қосылған косинус альфа. Так, синус альфа бізде белгілі, косинус альфаны есептейік. Сонымен бізде синус альфа минус түбір астында 5 бөлінген 3-ке тең. Онда косинус альфа ол түбір астында 1 азайту 5 бөлінген 9 болады, сонда квадраты. Түбір асты 5 бөлінген, минус түбір асты 5 бөлінген 3-дің квадраты. 9-дан 4 шығады, түбір астында 3-тен 2. Так, енді синус альфа мияқта минус болып тұр, таңбасы. Онда сәйкесінше косинус, егер синус бізде 3-ші ширекте жатса, онда косинус та минус болады, бізде. 4-ші ширекте жатса, плюс болады. Плюс-минус деп жазып қояйық мына жерге. Так, онда формулаға салатын болсақ, так, бірінші есептеп алайық барлық варианты. Екі варианты да. Синус альфа, яғни минус, так, мынау формуламен есептеп жатырмын. Бөлшекпен жаза берейік онда. Минус түбір астында 5 бөлінген 3, бөлінген 1 плюс косинус альфа. Так, бірінші минуспен алайық, минус 3-тен 2 деп. Мұнақта 2 мәнді де қарастырайық. Минус 3-тен 2 болса, онда минус 5 бөлінген 3, бөлінген 3-тен 1 болады. Так, 3-пен 3 қысқарады, сонда минус, так, түбір асты 5, я? Минус түбір асты 5 болады. Тангенс альфа екінші мәні, егер минус түбір асты 5 бөлінген 3-ті 1 плюс 3-тен 2 бөлсек, онда минус түбір асты 5 бөлінген 3 бөлінген 3-тен 5 болады. 3-тен 5 болады, сонда минус түбір асты 5 бөлінген 5. Так, минус 5 немесе минус түбір асты 5 бөлінген 5. Так, енді кішкене анақта анализ жасап көрейікші. Егер бізде мынау жағдай, ол тангенс 3-ші ширекте орналасқан жағдай. Альфа бұрышы 3-ші ширек. Синуста минус, косинуста минус, я? 3-ші ширек дегеніміз сол 180 мен 270-дің арасы альфа. Сонда альфа бөлінген 2 бізде 90 мен 135-дің арасында болады. Бұл екінші ширекке сәйкес келеді. Яғни ол жерде тангенс бізде минус. Дұрыс, я, барлығы. Ал мынау жағдай, екінші жағдай. Бұл 4-ші ширек, яғни синус минус болады, а косинус бізде плюс 3-тен 2. 4-ші ширек дегеніміз альфа бізде неменнің арасында? 360 пен 270-дің арасында. Онда альфа бөлінген 2 бізде 180 мен 135-дің арасында. Бұл да екінші ширекте минус болады. Так, сәйкес кеп тұр, я? Сонда минус 5, минус просто 5 бөлінген 5. Сонда А кеп тұр жауабы, Е кеп тұр. Бұяқта екі жауаптан болуы мүмкін. Бірнеше дұрыс жауабы бар болуы мүмкін бұл жағдайда. Так, келесі 13-ші есеп. Арман 12-ның квадраты мен 13-дің квадраты арасында орналасқан 3-ке бөлінетін және құрамында 5 деген цифры негізі сан емес болатын бір тақ сан таңдады, тақ сан таңдады. Содан кейін берілген санның құрамындағы сандардың сомасын есептеді. Соңында Арман қандай нәтиже алды дейді.
Так, 12-нің квадраты деген ол 144 қой. 13-тің квадраты бізде 169. Осылардың арасында 3-ке бөлінетін және құрамында 5 деген цифр болатын. Қандай сандар бар? Құрамында 5 болады. Так, 145 болуы мүмкін, 150, 155, 160, 160-тың құрамында 5 жоқ қой. 165. Осындай 4 вариант бар. Жазылуында 5 деген цифрасы болатын. Енді осылардың қайсысы 3-ке бөлінеді бізде? Ол тақ болу керек еще бізде, Тақ болу керек. Онда мен 150-ді алып бастаймын. Так, 145 3-ке бөлінбейді. 155 тоже 3-ке бөлінбейді. Сонда 165. 165 3-ке бөлінеді. Цифрлардың қосындысы 12 3-ке бөлініп тұр. Сонда және құрамында 5 деген цифрасы бар, және бұл тақ. Енді сандардың сомасын есептеді. 1 қосу 6 қосылған 5. 12. Жауабы 12 болады. Варианттары бар ма, жоқ па? Келесі екінші есеп. Егер x бүтін сан болса, 2x квадрат қосу 7x азайту 9 саны 19-ға бөлінетіні белгілі. X санын 19-ға бөлген кезде мүмкін болатын қалдықтарды табыңыз дейді. Так, бізде 2x квадрат қосылған 7x азайту 9 бізде 19-ға бөлінеді, 19-ға бөлінеді, яғни 2x квадрат қосылған 7x азайту 9 19 модуль бойынша 0-ге тең. Онда 2x квадрат қосылған 7x бізде 9-ға тең. Модуль 19 бойынша. Так, мына жерде жіктеп жіберсек, x көбейтілген 2x қосылған 7, сонда бізде 9-ға тең болады. Модуль 19 бойынша. Мысалы, x-тің қалдығы 19-ға бөлгенде r1 болса, 2x плюс 7-дің қалдығы r2 болса. Олардың көбейтіндісі бізде 9-ға тең болып тұр. Сонда ол 1 көбейту 9 болуы мүмкін, 3 көбейту 3, немесе 9 көбейту 1 болуы мүмкін. Осы варианттарды қарастыра саламыз. Так, 1 болса, x 1-ге тең болса, онда 2x плюс 7 бізде 2 көбейту 1 плюс 7 9-ға тең, онда келіп тұр. Яғни x-тен 1. X-тің қалдығы 1-ге тең деген вариант келіп тұр. 3 деген келмейді, яғни 3 көбейту 2 көбейту 3 плюс 7 деген. 3 көбейту 13 болып кетеді. Ол 19-ға бөлінбейді бізде 39. 9 болса, тем более. Бұл да келмейді, x-тің қалдығы 9 болса, онда 18 қосу 7. 9 көбейту 25 бұл 19-ға бөлінбейді. Жауабы x-тен 1 қалдығы бізде 1-ге тең. А болады сонда. Келесі есеп. И нүктесі ABC үшбұрышына іштесілген шеңбердің центрі, егер ABC 50 градус болса, онда AOC бұрышының барлық мүмкін мәндерін тап. Либо мына жақта А и С деп жазу керек, либо мына жақта О деп жазу керек. Центрін И деп жазып қойды да, мына жақта AOC деп жазып қойды. Короче, іштесілген шеңбердің центрі. Так, мысалы, егер ABC үшбұрышын қарастыратын болсақ, оның центрі О болсын, іштесілген шеңбердің центрі, Іштесілген шеңбердің центрі ол бисектрисалардың қиылысу нүктесі. Так, Б бізде 50 градус болса, онда мынау бізде бисектриса. АО бисектриса және ОЦ бисектриса. Онда бұрыш А қосылған бұрыш Б, бұрыш С бізде 180 азайту 50, 130-ға тең, Сонда олардың бұрыштарының жартысы бисектриса мен бөлінеді, бұрыштардың жартысы 65-ке тең. Сонда мынау альфа болса, мынау бета болса, мынау бұрыш бізде, олардың қосындысы 65, онда бұрыш бізде 115 градус. Түсінікті, мыналардың қосындысы 65, онда мынау АОЦ бұрышы 115 градус, ол D болады жауабы. Так, соңғы жақтағы есептер вообще оңай сияқты болып кетті ма? 4-ші есеп. 16-ші есеп. Егер A1, A2, A3, A11, так, 11 сандар жиынтығы, A1, A2, A1 үлкен A2, ол үлкен A3, ол үлкен A4, ол үлкен A5, үлкен A6, және A6, кіші A7, A8, A9, A10, A11 критерийін қанағаттандыратын
1-ден 11-ге дейінгі сандардың орын ауыстыру болса, мұндай орын ауыстырулардың барлық мүмкін жалпы санын анықтаңыз дейді. Осындай ауыстырудың бір үлгісін мына жақта көрсетіп қойған, мына үлгісі дұрыс емес. Міне қараңыз, 11 үлкен 7, ол үлкен 6, ол үлкен 5, ол үлкен 3, үлкен 2-ден 2 мен 1-дің орындары ауысып кеткен. Жалпы түсінікті, негізі. Яғни қараңыздар, бізде 11 сан берілген, A1, A2, A11-ге дейін. И ортасында 6-шы сан бар. Мына жердегі сандар одан үлкен болу керек. A9, A10, A11. Мына жерде сандар бұдан тоже үлкен болу керек. A7, A8, A9, мен не істеп кеттім? A1, A2, 3, 4, 5, сонда ортасында A6. Так, қараңыздар, бізде 1-ден 11-ге дейін сандар берілген ғой. 11-ге дейін. И ортасында бізде A6 деген сан мынау, Ол барлық сандардан кіші ғой. Мына жерде 5 сан бар. И мына жерде 5 сан бар. Солардан кіші. Значит, A6 деген ол бізде ең ортасында 1 тұру керек. 1 ол барлық сандан кіші болу керек, Енді қараңыз. Егер біз ортасына 1-ді қойсақ, мына жерге біз 5 сан, и мына жерге 5 сан орналастырамыз. Ал олар бір-біріне тең емес қой қалған сандар. Сондықтан кез келген 5 санды алсақ, кез келген 5 әртүрлі сандарды алсақ, егер әртүрлі сандарды алсақ, оларды бір ғана әдіспен орналастыруға болады, өсу ретімен, немесе кему ретімен. Бір ғана әдіспен орналастырамыз. Өсу ретімен, немесе кему ретімен. Түсінікті ғой енді. Әртүрлі 5 сан, оларды өсу ретімен, немесе кему ретімен орналастырудың бір-ақ әдісі бар. Сонда біз қалған 10 санның ішіне 5-еуін таңдауымыз керек. Қалған 10 санның ішіне 5-еуін таңдаймыз. И оларды бұлай орналастырып шығамыз. Бір ғана әдісі бар оның орналастырудың, өсу ретімен. Мына жерде 1 деген сан тұр. И қалған сандар үлкен ғой, үлкен тамырларын шатасып жатыр. И мына жерге ары қарай қалған сандар автоматически өздері орналастырылады. 11-ге дейін, Немесе сосын осы 5 санмен мынау 5 санның орындарын ауыстыра аламыз. Яғни кез келген 5 санды біз 10 санның ішінен 10-нан 5 элемент бойынша теру осынша әдіспен ала аламыз. Және соны 2-ге көбейтеміз. Орындарын ауыстырған кезде бізде басқа тізбек болады, басқа орналастыру болады. Сонда есептің жауабы осы.